Балам, үйімізге күшік саған жаңа дос әкелдім. Балам, ит адамның досы. Күшігіміз бар, күшігімізге үйшік жасаймыз. Үйшік қардан, жаңбырдан қорғайды күшікті. Жаңа ағашын кесіп алдық, енді тесіп жасаймыз, жарай ма? Балам, болдық үйшік жасап. Ит адамның досы, жеті қазынан бірі күзетші ол, е? Мә, балам, қандай күшті үйшік жасағансыңдар. Әкеңе қоғамыт болуға да жарап қапсың, құлыным. Балам, енді екеуміз сенің күшігіңе сүт ішетін ыдыс дайындайық, жарай ма? Балам, келе ғой, екеуміз сенің күшігіңе саз балшықтан өз қолымызбен қыш ыдыс жасайық. Анашым. Иә, балам. Балам, барлық нәрсе еңбектің арқасында келеді. Әр қолымызбен жасалған зат сапалы, мықты болып шығады. Кәне, қолымызды біле түсіп алайық. Балам, ата-бабаларымыз да ыдысты өз қолдарымен жасаған. Балам, сол замандағы әр оюлар өзіндік сол заманның тарихын бейнелеген. Балам, біздің тарта ғой. Бүгінгі ыдысымыз дайын болды. Енді осы ыдысымызды алып күшігімізге апарайық. Мықты болды. Қане, ала қой ыдысты. Балам, бұл ыдыспен не береміз? Күшік береміз. Ақылдым, жарайсың. Екеуміз бүгін жақсы жұмыс жасадық. Еңбек тірегің, мейірім жүрегің, дәстүр жолың.